Саламатсыздар ма, құрметті тыңдаушылар? Бүгін химия фармацевтикалық өндірістің процестері мен аппараттары бір пәні бойынша дәрістерімізді ары қарай жалғастырамыз. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы механикалық процестер. Қарастырылатын негізгі тақырыптары: қатты материалдарды майдалау, майдалаудың физикалық механикалық негіздері, ұсақтағыштарға қойылатын талаптар, білікті майдалау машинасы, жүгіртектер, дірілдеткіш, диірмендер. Механикалық процестер дегеніміз өту жылдамдығы қатты заттар механикасының заңдарымен анықталатын процестер. Механикалық процестерге қатты материалдарды майдалау, жіктеу, немесе сусымалы материалдарды фракцияларға бөлу деп те айтаймыз. Сусымалы материалдарды араластыру, тасымалдау және материалдарды сыртқы қысыммен өңдеу жатады. Осы процестердің ішінде қатты материалдарды майдалау өте жиі қолданылып жатады. Сондықтан бүгінгі қарастыратынымыз қатты материалдарды майдалау. Қатты материалдарды майдалағанда олардың беттері ұлғаяды. Олардың қатысымен өтетін диффузиялық, биохимиялық және химиялық процестердің жылдамдығы артады. Былайша айтқан кезінде фармацевтикалық өндірістегі фармацевтикалық технология өндірісіндегі процестердің жылдамдығы артады. Майдалауға қолданылатын күштердің түріне байланысты соққылау, езу, шағу, сындыру, үйкеу, кесу және аралау тәсілдерімен іске асырылады. Былайша айтқан кезінде майдалау кезінде соққылаймыз, еземіз, шағамыз, сындырамыз, үйкееміз, кесеміз және аралаймыз деген сөз. Мына жерде, мына суретте қатты материалдарды майдалаудың түрлері көрсетілген. Бұл жерде бірінші А езу, екі плитаның арасында қысып жатыр езу. Б шағу. Мынау астында несі тұр, плита тұр, плитаның үстіне жаңа материал қойылып, ана үстінде немен, сынаменен неғылып жатыр, шағып жатыр. Сонан соң үшіншіміз шағу, сына тәрізді элементтермен екі жағынан бірдей, астынан да үстінен де сына тәрізді элементтермен шағып жатырмыз. Одан кейін Г сындырамыз. Екі тіреудің арасында тұрған материалды үшінші тіреу үстіңгі жағынан ұрып сындырамыз. Одан кейін кесеміз. Мынау астында плита бір қалыпты тұрдағы қозғалмай тұр. Үстіңгі сынаменен кесіп алып жатырмыз. Кесу. Содан кейін аралау. Мына жерде арлы, ілгерлі, кейінді қозғалып, біздің жаңа немізді, өнімізді аралаймыз. Сонан соң үйкеу, екі плитаның арасында үйкеліп жатыр. Сонан соң мынау не? Соққылау. Соққылау болғанда біз жаңағы белгілі бір қосымша материалмен, немесе болаттан жазылған балғамен соққылап жатырмыз. Немесе материалдың өзі плитаға неғылуы мүмкін? Соғылуы мүмкін. Енді негізгі мақсат осы майдалауды қолданып жатқан кезде осы майдалауға шығындалатын жұмысты анықтау. Ол жұмыс біздің шығындалатын энергиямызды не көрсетеді. Жалпы жағдайда майдалауға шығындалатын жұмыстарды екіге бөлуге болады. Бірінші бөлігі, жұмыстың бір бөлігі, ол жаңа көлемдерді түзіп жатыр, жаңа көлемдер, жаңа деформация деп айтамыз, көлемдердің түзілуі, және жаңа беттердің түзілуі. Осы екі түрлі жұмыстар атқарылып жатады. Жалпы жағдайда майдалау машиналарында тағы да
бөлшектері қозғалып жатқандықтан оларда үйкелу бөлшектерінің өзара үйкелуі салдарынан да болатын шығындар бар. Олардың бәрі ортақ болғандықтан оларды ескермей тұрмыз. Мұнда дельта В майдаланған бөлшек көлемінің өзгеруі, дельта С жаңадан пайда болған бет. К1, К2 дегеніміз пропорционалдық коэффициенттері. Енді екеуін бірдей барлық уақытта анықтау мүмкін болмағандықтан ықшамдап келеміз. Егерде майдалау дәрежесі төмен болғанда, ол кезде жаңадан пайда болатын көлемдерге тура пропорционал болады жұмысымыз. Бұл кезде Кирпичевтің ұсақтау гипотезасы қолданылады. Бұл кезде ұсақтауға жұмсалатын жұмыс бөлшектің көлеміне немесе массасына пропорционал. Ал бөлшектің көлемі немесе массасы оның диаметрінің үшінші дәрежесіне пропорционал болып тұр. Ал егерде майдалау дәрежесі өте жоғары болатын болса, былайша айтқан кезде өте майдалау керек болатын болса, бұл кезде Риттингер гипотезасы пайдаланады. Риттингер гипотезасы бойынша шығындалатын жұмысымыз жаңадан түзілген беттерге тәуелді. Соларға пропорционал болып қалады дағы, онда d-ның квадратына пропорционал болады. Ал егерде майдалау дәрежесі орта кезінде көлемнің өзгеруін және жаңа беттердің түзілуін ескеруіміз керек. Онда бұл жерде бізде Бонд гипотезасын пайдалануымыз керек. Бонд гипотезасы бойынша мына екінші дәрежелі диаметрдің екінші дәрежесі, үшінші дәрежесі тұр. Осы екеуінің ортасы 2,5 дәрежесі болып тұр. К3 дегеніміз пропорционалдық коэффициенті. Енді ұсақтағыштарға қойылатын талаптарды атап өтейік. Машиналардың істен шығатын майдалағыш элементтерін алмастыру тез және оңай болуы керек. Майдаланған материал бөлшектерінің өлшемдері бірдей және майдалағыштың құрылымы майдалау дәрежесін мүмкіндігінше тез және оңай өзгертетін болуы керек. Құрғақ материалдарды майдалағанда шаң аз шығу керек. Әдетте майдалау кезінде шаң шығып жатады. Ол құрғақ материалдарды майдалаймыз әдетте. Сонда шаң көп шығып жатады. Соларды аз шыққан жақсы. Белгілі дәрежеге дейін майдаланған материал майдалағыштан тез шығарылуы керек. Егерде ол майдалағыштың ішінде қалып кететін болса, одан сайын майдаланады, біздің технологиялық талаптарымызға сәйкес келмей қалады. Майдалағыштың массасы мүмкіндігінше аз болуы керек. Майдалағышымыз, әдетте майдалағыштар өте ауыр, көп металл сыйымдылығы бар, сондай машиналар болып шығады. Олардың мүмкіндігінше майдалағыштың массасы мүмкіндігінше аз болған. Былайша айтқанда металл сыйымдылығы мүмкіндігінше аз болулары керек. Енді фармацевтикалық өндірісте, дәрілер өндірісінде қолданылатын негізгі ұсақтағыштардың жұмысын қарастырайық. Ол жаңағы ұсақтағыштарға қойылатын алдымен талаптарды аламыз. Ұсақтағыштарды қарастырайық. Ең бірінші қарастыратынымыз білікті майдалау машинасы. Бұл кезде екі біліктің арасында бір-біріне қарсы бағытта айналып жатқан біліктің арасында сығылып, біздің жаңағы өніміміз неғылады? Майдаланады. Мына жаңағы суретте көрсетілгендей, екеуі майдаланып жатыр. Мына біліктеріміз бір-біріне қарсы бағытта айналып жатыр. Енді осы біздің білікті майдалау машинасы жұмыс істеу үшін қармау бұрышы деп аталады, альфаны біздер қармау бұрышы деп. Қармау бұрышының
арктангенс F деген жаңағы ол не? Материалдың білікке үйкелу коэффициентіне тура пропорционал. Осыдан 2 альфамыз осыдан кіші болуы керек. Осы теңсіздік сақталған кезде біздің білікті майдалағышымыз жұмыс істей алады. Әдетте майдалағыштардың біреуін серіппеге орналастырады дағы, арасына біздің жаңа өнімнен қатты материал немесе сынғаны сынықтар, темірлер, бірдеңелер түсіп кететін болса, біреуі біліктің біреуі кейін шегініп арадан өткізіп жіберіп тұрады. Бұл жаңағы конструкциясына жатады. Сосын тағы бір жаңағы майдалауға қолданылатын машиналардың біреуі жүгіртектер. Мынау алдарыңызда жүгіртектің жалпы кескіні тұр, жүгіртектің. Мынау астынан тұрған жаңағы қозғалтқышымыз тісті берілісі арқылы біздің осімізді қозғалтып жатыр. Осьтердің екі басында екі каток деп айтамыз, жүгіртек деп айтамыз. Екеуі айналып тұр. Осы айналған кезде жүгіртектерді айналаттағы астында, жүгіртектердің астында өте ауыр болады. Соның астында диірмен сияқты, жүгіртек диірмендер деп те айтады. Бегуны, жүгіртек диірмендер. Соның астында біздің материалымыз не алады? Майдаланып, ұнтақталады. Тағы бір көп қолданылатынымыз дірілдеткіш диірмендер. Дірілдеткіш диірмендер мына алдарыңызда жалпы конструкциясы көрсетіліп тұр. Бұл жерде біздің жалпы корпустың ішіне шамасы 80%-ға дейін шарлар немесе сырықтар салынады. Кішкентай осы шарлардың диаметрлері көп болса 20-30-40 миллиметрге дейін бар мүмкін, одан көп болмайды. 80% толтырылады. Сонан соң электр қозғалтқыш қосылады дағы, ол нені айналдырады? Эксцентрисиетті немесе ығысқан эксцентрисиетті валды айналдырады. Соның нәтижесінде біздің жаңағы неміз, жалпы диірменіміз сілкілденіп тұрады, дірілдеп тұрады. Вибрация деп атаймыз, дірілдеп тұрады. Астында, оның жаңағы ненің астында, корпустың астында серіппелеріміз бар. Серіппелердің нәтижесінде ол жаңағы дірілдету жұмысын рамаға берілмейді дағы. Ол жерде жаңағы не болады? Дірілдету жалпы цехқа өтпейді. Тек қана ішіндегі материалды майдалауға ғана қолданылып жатады. Осымен бүгінгі дәрісіміз аяқталды. Механикалық процестер бойынша айтылатын дәрісіміз аяқталды. Жайын қойып тыңдағандарыңызға рахмет.